Баса достор, биз бүгүн Аргенин туулган күнүнө келгенбиз. Бүгүнкү ушул жерде болуп жаткан кызыктардын баардыгын сиздерге көргөзүп беребиз. Биринчи курстагы тойлоо. Kesiniz başta emin sıralar veriyorsunuz. Var gözünü tanıdım. Şurada tanıdık. Nasıl? Спасибо, это. Мен белектик иши кылган өзүңүз үстүңүзбү тамак. Sen niye barın görürsün? Niye dedin? Ana sen görürsün tamam diyorum. Sen diyorsun niye sortasın? Ha iyi biz ne kadar? Жок, белек кылганда мен өзүм недавно келдим да. И одан кийин кеше прям туктаган болотмун. Саат, неше саат өзүм тамактанып жасап, бирок эndi алда өзүнүн унаган тамактан белектерди алып берем. Қазір өзімнің станция секретарь белегім жоқ. Келеді қазір. Сәшен белек айтқан көше өзің көрің маңды соны деген? Самсасы еще бүгін барып жарым деп қойды. Кичіне қылым қойса, не қылым десе? Орымыздың барын деп қойды. Біз Арген мырзаның бүгінгі образын түсіністік. Сіздің образыңызға келсек. Қандай барып кетпейді, сатып алдыңыз. Жоқ, мен сатып деп барған, потом эти танып қойдым, мені тамағын берші деп өзі маған белек берді. Одан кейін, типа, как Мерлин Монроның стилін жасаймыз деп өзінің образын жасап, черный жемчуг, немножко жемчуг представляла. Өзінің теле сияқты сезініп тұрып бірақ өзім миымда құрастырған образ басқаша болған. Ну ладно, все красиво. Ушундай туулган күн ар бирибизде бирден болсун бу туугандар. Арген коноктор настроениясы жок, эмне болот? Кол чапкандар вообще окшошпойт атачы. Сиз жок болуңуз да, эми келдиңиз го. Мен силерди туугандар саат 5тен бери күтүп атам. 5тен бери. Чоо апаңызды койдум. Пробка десең. Пробка. Туугандар, келиңиздер, анда жакшынакай маанай менен Аргенге бир кол чап болуп бардыгы тамаша. Арген келгендерге Учрат тамамдаш бүгүнкү кечебизди баштап берсин, келиңиздерге. Так, ассаламу алейкум, урматтуу менин жалпы досторум, классташтарым, досторум, эжелерим, казак бауырларым, кайда журтум кош келиңер. Ушинтип мени сыйлап келгениңизге аябай кубанычтамын. Ушинтип жанымда аружандар бүгүн келмес, кече келиңер тамаша. Ошол барыңыздарга чоң рахмат, сыйлап келгениңиздерге Эрлан Бакисиге особенно өзүнчө рахмат. Кечиккендегенде барыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип биздин чакырган коногубуз болуп, сыйыбыз көрүп кетиңиздер. Ушундай жандай көргөн красавчик Аргендей уулга кыргыз жигитке тием деп, элдин баары келет деп, жакшылык тойду көрөт деп, ушундай туулган күндө жакшынакай маанайда тособуз деп, бүгүн мынакей Аружан сонун салонго барып, силерден дагы кечирээк келген Аружанга да бир катуураак кол чапсаңыздар келгендерге учурда саламдашып баштап берсин туулган. Келиңиз Аружан. Баршаңызға қайырлы кеш. Баршаңызға көп рахмет біздің қуанышымызды бөлісіп отқандарыңызға. Және де әрдайым осындай тойда ғана көрісе берейік. Аргенді сыйлап, осылай мына қаншама достары бар, өте қуаныштымын. Бүгін керемет көңіл күймен өткізейік. Енді бәріміз кешіксек те, бірақ көңіл
Сапаттуу техникалык жабдуулар менен бардык жакшылыгыңызда эсте калчу видеосъемка, фотосъемка, love story, экспресс видео жана кыялыңыздагы контентти сунуштайбыз. Студиядагы съемканын бардык түрүн жана сиз каалаган жерге барып тартууга дайынбыз. Бакыт Рашев командасы ар бир жакшылыгыңызда кызматта. Аргенде бала, мен уже прямой отырып туруп. Бүгүн мен вообще фит болдурсун TikTok'та. Анан Аргенде бала Рыдан. Бүгүн Арген булагын билесиз? Рыдан Аргенде бала брат. Реальный бала, силер вообще фантазия çok güzel безер. Нарта мына блогерлерде кей жерин шетамай, кей жүзелді болуш. Арген кандай бала? Гыда. Смешной что был ответ. Гигантский. Гигантский. Арген кандай бала? Гыда. Силер жаңадан ешке блогерді мақтап отсам ушундайсыңдар. Арген Гыдан кандай бала? Смешной ответ. Блогерлер. Силер экранның алдында болмай турбайсыңдар. Арген кандай бала Гыдан? Галочкасы жок бала. Галочкасы жок бо? Мына нормальный ответ. Ушундай сыяктуулар керек да туугандарым. Арген кандай бала? Еден. Аружан? Тулаңға бердіңші? Арген Гыдан? А можно на «э»? На «ы»? На «ы». Я ты крыса! Арген Ныдан қандай бала? Не знаю. Не знаю. Не умею. Зато ответ, чем блогерлерден қарағанда. Арген Ныдан қандай бала? Ны кандай бала? Непонятно бала. Арген сен білесің, сен непонятно боласың. Кел, отырсаң саған сақшы команда болады бияқта. Соны. Арген Ныдан қандай бала? Натуральный. К159 Үмітай. Ачын атын Үмітай, Үмітай. Аружан қандай қыз? Рыға. Смешной ответ, что был. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Рискованное. Рискованное. Придумали тоже? Рыга? Ровное. Ровное? А кто сказал неровное, да? Аружан, қандай қыз аяшқыңыз? Реальная. Реальная. Аружан? Уға. Уға? Смешной ответ был, что Эдиль. Эдиль, Уға. Садись, брат. Бля, как понимаете? Не, өте тұрып қырмыздаға айтпай, нормально жоқ. Гель Уға. Универсальная. Универсальная. Аружан, ты универсальная, оказывается. Вот он сказал, ведь жоқ. Уға. Уровень қыз. Уровень қыз дейді. Класста ана бияқта дос келер. Ана подружки. Аружан. Ай, мен келатқанда Уға бір мен бардым. Бияқта өзі 30-та кешіп тұрсың, 30-та жетпесін. Барынан болған. Ана Аружан қандай қыз? Жыға. Вот. Жыға деп жатырсың. Ана? Жақсы қыз. Ана, сен жақсы біле тоқ жайсың ұшы, Аружанды ше. Аружан қандай қыз? Жыға. Смешной ответ. Красаяз. Қандай қыз? Жалжаңдар. Жалжаң болып қалсың? Жоқ керек. Аружан қандай қыз? Жыға. Мен бұл жақтамын. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн бизде Луковсдей образыңыз жөнүндө канча сом, кайсыл жактан алдыңыз, айта кетсеңиз.
Макул. Мен бүгін өше ойлап тұрмын, бір заведение отырасыз екен деп, клуб сияқты екен, ошындай той жаққа екен білбеп тұрмын. Ан клубқа ошып кейін алған болчым. Сапожкин болса, мен бартерға алған болчым, бір сторис. Үстімді подогрев менен тоже 2 сторис қылып берген болчым, тоже бартер. Макияж? Макияж тоже бартер. Бүгін әлі олдым, 1 сторис болды, макияж мен укладка чабы. Бүгінгі образыңыз бардығы бекер болып тұр да, реклама? Не, бекер реклама ғой. Қараңыз, даярданауыз, фой! Қызың бар ма жоқ? Жоқ. Өшіп көрдің бе? Білбейсіз? Жоқ. Өкөтен көп кеткені. Болды, ойын бүтті тоқты. Давайте, саламатсыз Биржан мырза, қош келіпсіз. Чоң рахмат. Негізі бүгінгі кешенің ең кеч келген қонақтардың тізіміне кірдіңіз. Біз қазақ пен қырғыздың қанында бар да, енді көпшілік қауым емес, пунктуальный адамдар да бар. Жоқ, қанымызға аябай сырқап тұр. Кешіп келіп. Просто азыр Құдай қаласа 8-9 ноябрь күндері концерт алған болса, ошоға даярлықтар болып жатады, репетициясы бар, ондан бөлек тойларға шығатын моменттер бар. Ошо менен шашылып ары-бері жүріп уақыт өтіп кетті. Бирок үлгеріп келдік. Туғаның құтты болсын, Аргентай, сен шын жүректен құттықтаймын. Сыйластығымыз берік болсын. Сілер Аружан екеуіңер ошо қазақ-қырғыз махаббат символсыңар. Ошоны даңазалап жүре беріңдер. Аргенмен қанша уақыттан бері таныш дос болып жүрсіз? Аргенменен жарым жыл болып қалды. Ошо Қырғызстанға келген уақыттан бастап таныспыз. Аябай постоянно поддержкасын беріп, бір туғаным деп қолдап тұрасыз. Концерттен кейінгі тарыну кімге тармадым? Сіз білесіз ғой әлі? Жоқ, ешкімге тармадым. Образыңыз жөнінде сұрай кетсек? Бұл образ қарапайым эле образ. Башка Made in Turkey, Түркиядан алған. Сомасы? 25.000 теңге болып қалады ғой деймін, біздің теңгемен, ошында 5.000 сом болып қалады. Пиджагыңыз? Пиджагымды мен қанша алдым? Азыр айтамын. 40.000 сом алған болчу. Бишкектен. Сом менен 40.000, е? Билбейм атын. Қарап көрөлү. Бугасов. Шымыңыз? Джинсы дордайдан деп эле. Біздің неден емес, неден Қазақстан Алтырда деген базар бар. Ал деле қырғыздардың базары естішті. Ошо? Суммасы 8.000 теңге ғой деймін. Теңгемен. Где-то 1,5 сом болып қалады. Бұт киіміңіз? Бұт киім Түркиядан алғанбыз, бұл енді арзан аяқ киім. Где-то 1000 сом болып қалып қой деймін. Оригинал емес. Қазақстанский производство. Қаблет бренд деген аты бар. Именно өздері подарок бартері берген. Телефон iPhone 14 Pro Max. Ал урматты Аргентай, сені сыйлаймыз, құрметтейміз. Әрине сендер Аружан екеуің қазақ-қырғыз махаббат символсыңар. Ошон үчүн ошо символды ешкімнің алдында ұятқа қалдырбай,
таң азалап, абыройлуу болуп жүрө бериңер. Не дейбиз? Бактылуу баяндоо өмүр кечиңер. Эми Кудай кааласа келесі жинтек тойдо кездескенче, сиздер менен де Аргендин тойунда да кездескенче сиздерге чоң рахмат. Ол маған айтқан квартирадан кет деген. По идее, оның квартирасы емес, бірақ маған ол айтқан типа, жалған киімнің ішіне да кет дегенше. Мен сол кезде шынымен де өмірде тіркеліп кеттім, как будто андай намысымды жерге таптағандай болды. Аргенге айтқым келді, Арген, мен сені қатты жақсы көремін. Шын айтамын, как бауырым ретінде қатты жақсы көремін. Кеше туған күнде шақырған кезде мен сразу андай бармайын деген сылтау іздеген жоқпын, сразу барам дедім. Потому что ол Арген, Аружанды алып отқан Арген да, сенің Қазақстанда ең дәрежең мынандай да, потому что сені бәрі жақсы көреді. Арген, мысалға Аружанда ешқайсысы келін болады, нормальный келін болады деп ойлаған жоқ. Даже мен ойлаған жоқпын да, Аружан